Достар, жыр сүйер қауым, Павлодар облысы өзінің бір керемет, ерекше дара тұлғасы, текті жердің ұрпағы, атақты құймақлақ Мәди Тастанбекұлының жалғыз ұлы, сабырдан қалған тұяқ, асылдың жұрнағы, яғни Мәди Ақсақалдың немересі Даниял Сабырұлы Сеновтей атпал азаматынан айырылды. Қандай өкініш, барлық руханиятты сүйетін қазақ қауымына Павлодар облыстық ардагерлер ұйымының көңіл айтуын жеткізгім келеді. Естігенде денем түршігіп, мүмкін емес, жуырда ғана көріп едім ғой дей беріппін іштей. Оның құймақлақтығы, ұзын бойлығы, ат жақты келген бет әлпеті, сымбатты келген өр тұлғасы арғаталарына тартуынан еді. Өте қарапайым, кең пейілді, сабырлы жан болды. Қатты сезімтал еді. Оқып оқыған білімі орысша болса да, қара сөзге қатты жақын, жастайынан шежіре жинап өскен Құймақлақ ағамыз Абай атамыздың елі Бесқарағай ауданы Беген ауылының тумасы еді. 12 жасында әкесінен қалса да, оны қанмен тараған тектілік немереге ауып отырғанның өзінде бір үлкен сыр жатыр емес пе? Марқұм деуге ауыз бармас. Жыршы ағамыз Абайдың тағылымды өсиеттері мен қара сөз өлеңдерін жас ұрпаққа насихаттап, абайтанушы деген атқа лайық болып кетті. Павлодар облыстық ардагерлер жанынан құрылған Ақсақалдар тағылымы қоғамдық ұйымының белсенді мүшесі болған Даниял Сабырұлымен жақынырақ танысып, жүздесудің өзі шынымен де бір бақыт екенін көзі кеткенде қимастықпен еске алып отырмын. Көптеген әттеген ай деген ойлардың келетіні пенделік бедерсіз. Шындарын мен дара тұлғаларды көзі тірісінде бағалап, олардың бойларына дарыған асыл қасиеттерін, білімдерін дер кезінде көріп біліп қалғанға не жетсін ағайын. 4-5 жылға жуықтай ғана уақыт білсем де, ағамыздың бойына дарып қоржыннан дариядай аққан жыр моншақтары жауһарының шашуларымен сусындап, құлағымыздың құрышын бір қандырған кездерді еске алып, сенбей отырмын. Айтайын дегенім, жуырда ғана пойызда кездесіп, ол кісі Түркістанға барып, Арыстан баб Қожа Ахмет Яссауи кесенелеріне зиярат жасағанын, Шымкентте шахмат сайысына немересін апарып келе жатқанын, сондай-ақ Шымкенттің 2-3 мектебіне барып, жырларын оқығанын қуанышпен айтқан еді. Мен де ол кісіні отырғандарға таныстырып, ағамыздан жыр оқуын сұраған едім. Соның қалқаман мамыр, еңлік кебек Абай жырларын видеомен жазып алдым. Жыршы ағамыздың жолда оқыған 1722 жылғы тарихи оқиғаға байланысты шығарылған шәкәрімнің қалқаман мамыр дастанын құрметті достар, жыршы ағамыздың замандастары, жерлестері сіздерге естелік ретінде тарту етіп отырмын. Қош болыңыз, қадірлі ұлт феномені, қадірлі әріптес, тіл және ұлт жанашыры. Жатқан жеріңіз қашанда жарық болғай. Әйтептің бәйбішеден жалғыз азамат жүз тоқалынан байды әкеңде батыр кеткен байды ол сөзі ертек емес сөзі үшін бір қыз үшін қалқаман елден кеткен соның жайын айтайын. Тыңда, Мәмбетей өсіп өнді бара-бара сол таптағы бір бай шықты жеңіп тапты. Ол байдың 15 жасар қызы бар. Әлі есті, әлі сұлу, еркек шора. Одан басқа бала жоқ әлгі байда. Оны қызды беш адам айтуғайды, байдың көңілі жабырқап қалады деп жұрт жүр. Одан не албайды. Қалқаман қыз айттырмай жүрген мамырды жас күнінен біледі екен, асықтарын айта алмай іштей жанып, құрбымыз деп құр ойнап күледі. Мамыр жылқылағады. Күнді бар, тұрақ киіп, қолына құрған. Қалқаман мамырменен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіп кездесті. Жігіт сонда қызды өзіне сүйірмекке, ғашық болсақ, оны да күйдірмекке, жұмбақ, мысал сықылды бір сөз айтты, көңілдеріне тұтын түйдірмекке. Әй бұлар, адамды Алла жаратыпты, Хауананы адамға қаратыпты. Бірін еркек, біреуін әйел қылып, екеуінен көп жанды таратыпты. Құдай неге қылмаған адам так? Балаларын өзінен өсіріп ақ, Хауаны жаратуды намысты не? Сол арасының біреуге ақылып шақ. Әй қалқаман, ең жоқ Құдай жалғыз, мұқтаж емес адамға тіпті армансыз, адамзатқа көмәнсіз, махаббатсыз, өмір қызық дегенді ойдан қалдыз. Болмаса махаббатлы бір сүйгенің ойдашы керегіне бұл дүниенің. Сүйсін, жолдас болсын деп жаратты Алла. Бұл туралы білгенім осы мен. Тауып айттым Амаржан, ұқтым жайын. Сөйтсе дағы тағылып сөзімді айып, махаббатлы жарым жоқ, дәрдемшім жоқ. Өлейімді қайтейін, кімге айтайын? Қалқаманның ақсұтын мамырды. Аз ойланып үндемей сабыр қылды. Жылы жүрек өзіне жарнатқандай тыныштады, тулады, жүз қылды.
қызарды, бірақ арды байдың қызы. Бетке шықпай қоя ма, жүрегісі. Іші ыстық, сыртқы дене суық тартып, салқын термен мөлдіріп, нұрды жүзі. Аздан соң мамыр айтты. Байқай қаман, байқаймын сөз аяғымыз кетемін. Қазір жауап берерлік уақыт емес. Сөйтсе де түзіп, өлмек жаман. Соны айтып, амандасып, мамыр кетті. Күн сайын қалқаманнан сабыр кетті. Мамыр бүгін қыздарша киінді деп, қалқаманға бір күні хабар жетті. Қуанды, атқан оғым тиді ме деп. Мен үшін қыз киімін киді ме деп. Қауып жүргін тағы да ойлатады. Менен басқа біреуді сүйді ме деп. Ол күндері жерге талас қазақ қалмақ, атысып, ауыл жауын жылқын алмақ. Бір соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықтының бәрі де тойға бармақ. Той болған орта жүзде Сәмеке хан жиылды. Той болған соң бірталай жан, бай, бәйбіше, үлкендер сонда кетіп. Жас жігіт қыз келіншек үйде қалған. Қазақта бастан деген бір арам бар. Мал сойып жастар ойына бір жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға келді. Азар болса бір тоқты шығын шығар. Сойғызды, мамыр сонда тоқтын әкеп, ойнады қыз бозбала, етінен жеп, оңашада қалқаман мамыр қызға ымдады. Бір жауабың болмай ма? Айтса да қыздан жауап үміт етіп, естімеген кісі болып қалды кетіп, сөйтсе дағы сонда айтқан сөзі мынау: еш адамға ереуілсіз өлең деді. Ауылымның күн батысы қалың қамыс, бір сүгіннің арғылым болар алыс. Жас жігітте бар болса жігер намыс, болып кетіп жүрмесін жатпен таныс. Солайша жауап берді қалқаманға. Бұл сөзі байқалмады басқа жанға. Бір сүгіні қамыстан жолықпасаң, мен саған жоқ деді ғой, байқағанға. Қалқаман оймен шешті қыздың сөзін, таптым деп шешімінің анық өзін. Бір сүгіні күн бата соғамызға келіп берді. Осы ғой деп айтқан сөзін. Ел жата қызда келді шоққамызға. Қалқаман сонда айтты көз танысқа. Бүгін кешке осынан жолықпасаң, кетемін деп неге айттың сен тым алысқа. Әй қалқаман, әң қалсың аңқылдаған. Бір жолата келген жоқ мамыр саған. Тағдыр бізді қосылады. Айып етпе, ертең құда түседі біреу маған. Кеше білдім төбемнен ұрғандығын, құдалықтың да дайын тұрғандығын. Бір сүгіннен кешіксем жауап жоқ деп, сол еді сөз ишаратты қылғандығын. Әке берсе қыз болмас кімге қатын. Қайтейін, сендағы еді махаббат. Еркекші киімнен ұялам деп уақыт өтті. Сол болды, қатты оғандым. Алдыңа кешу сұрай еліп тұрмын. Көзге тірі болсам да өліп тұрмын. Қалқаман, осы саған қоштасқаным денемде емес, жанымды беріп тұр. Ей мамыр, бұл іс оңай алдамасаң. Сұрау жоқ, өзің сүйіп таңдамасаң. Ер жеткен қыз еркімен ерге барар. Моллалардан естідім әлде қашан. Мамыр-ау, мені сүйсең кетпе жатқа, Құдайға хақ, сөзім жүн шариғатқа. Алды бабам, аяғы шала молла, бәрін анық оқыған жамиғатқа. Рас болсақ айтқан сөзің, сен үшін келіп тұрмын, көрді көзім. Сүйген жаным, сүйенген жақыным сен. Не қылсаң да біле бер, мейлің өзің. Олай болса кетейік қазір алып, тұрсақ жазым олармыз қапы қалып. Азар болсақ мал алар, адам алмас, тобықтыны жиярмын бара сал. Қыз алған жоқ жақыннан, тобықты әзір. Өлтірем деп жүрмесін бізді қазір. Өзімді аяп тұрған жоқ, сізді аяймын. Сен сау болсаң, болар ем, мен ақын әзір. Мамыр-ау, айтып тұрсың, әлде нені? Шариғат қосады екен немерені. Шариғат, біздің шариғатта солай ғой. Пайғамбарымыздың күйеу баласы өзінің немере інісі ғой, Әли. Фатима алған, қызын алған. Шариғат қосады екен немерені. Арабтарда ол қосыла береді. Қазақта жеті-тардан қосыла береді. Шариғат қосады екен немерені. Қайғы ойлап жаңаларым айта берме. Алаңсы сүйген болса, анық мен. Мамыр айтты. Мен сенсіз тірі тұрман. Үш қайырдым сөзіңді, мен антырғайым. Бір Аллаға сыйынды алда жаңа. Жолын бөлсем разымын, жаным құрған. Алдандырдым мен сізді сөзбенен құр. Тәуекел деп Аллаға тез жылдам жүр. Заман қандай болар деп даярлап ем. Бош жорғатым белдеуде, ерттеулі тұр. Үндідегі қашып кетіп қалды. Бір сағатта ауылға жетіп барды. Не болса да қылдық деп бір жұмысты бара сала. Ол жайға кісі сал, ол жайға сөзінің жағы. Қалқаман. Үй барды бабаңа түн ішінде. Соны рудың көніне. Бар еді жүресінде. Бабаң басын көтеріп, ол жайға айтты. Неге келдің? Асыққан жұмысың не? Қалқаман қашып келді мамырдағы. Қапы болды өзгеміз, білмей қалды. Алыс жерге кетсін бе, тоқтасын ба? Ақыл сұрай келіп ем, сізге салды. Бабаң мұны естіп, қайғы жеді. Бір жаман түс көріп ем, бүгін деді. Бітімсіз кез болып қалар мекен. Көкөнайдың мінезі қатар еді. Көкөнай Мәмбетейдің бастаушысы, өзі батыр, мінезі қатты кісі. Сол кісінің алдынан тараушы еді. Бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы. Бабаң айтты, кете алмас бір жас бала.
тобықтыға хабар көп бара салады. Болған шығар. Алдаяма. Өз оңдасын ақырып, хақта қалып. Тобықты, қанжығалы, бәсенті, атығай, қарауылдың бәрі жиын. Бабаң хабар берген соң ел жиылып. Сөйтседағы сөз аяғы болды қиын. Мәмбетей жатып алды ақ бермей, қалыңған ал, біттеген сөзге келмей. Қалқаман мен Мамырды өлтірмесе, кетеміз деп бабаңды тіпті көрмей. Бабаң айтты, өлтірер жұмыс емес. Таспен атып өлтірмек бұлыс емес. Біреудің не келісін бұзбаған соң, қанына ортақ болу дұрыс емес. Мәмбетей таң көнбей жатып алды. Бітім болмай, неше күн жұрт сандалды. Қалқаман мен Мамырдың тауындай деп, бұл елде мақал болып содан қалды. Созылды сөз аяқ, белгісіз, кімнің соры, кімнің бағы. Бір күні төр күніне амандаса Мамыр келді. Әрдір ғой ол баяғы. Бітпей жүрген сөзді зағып. Сол күні келген екен аңнан қайтып. Анау бір тоқ жаяуын деп сұраса, ол Мамырды бір қойшы қойған айтып, ести саласа дағын қолын алды. Мамырдан аулақ жүр деп айғай салды. Ұялмай жүз қараның жүргенінде аямай қақшырыпты атып салды. Нүкшейіп, иман айтып, қаны қашып, қолдығын қолыменен тұрды басып. Бишара бір-екі ауыз тілге келді. Өзін атқан кісімен арыздасып. Көкенай, қарғамаймын, сөзіме бақ. Ісім жөн, бір құдайға көңіл. Мойныңа менің қаным халал болсын. Бол менді Қалқаманның қанын ұртап. Өзі өліп бір жатыр, сонда Қалқаманды ойлайды. Енді Қалқаманға теспеш деп. Екі қан ауыр болар бір өзіңе. Қуанба бұл рақымсыз мінезіңе. Айырған екі ашықтың оңарым екен. Деймісің, алғыс айтар кім өзіңе. Тілеуім келді орнына, арманым жоқ. Артында Қалқаманның қалғаным жоқ. Сен мені өлтіргенмен жатырмайсың. Сөйткенмен жас жанымды алғаным жоқ. Қалқаман аман бол деп көзін ашты. Алла деп алақанмен бетін басты. Қоштасып, қасындағы қатындармен опасыз бұжалғанға амандасты. Көкенай жиды барып Мәмбетейді. Өлтірдім тентегімді өзім дейді. Абаңа кісі салды дамыл бермей. Ол неге Қалқаманды өлтірмейді? Жақыным қызымды алды, ұнамаймын. Қорлыққа тартып алған шыдамаймын. Егерде Қалқаманды тірі қойса, ел болып күшікпенен бас құрамаймын. Уә Алла, біз кетеміз қазір ауып. Бізден басқа туысқан алсын тауып. Бұл хабар тобықтыға жеткеннен соң, сөзінен елдің бәрі қылды қалып. Бабаң айтты, ел бітпес оныменен, жүрейік шариғаттың жолыменен. Бір қатын, бір еркектің құнын алсын. Мәмбетей разы болсын соныменен. Көнбейді Мәмбетейлер оғандағы ауамыз біз болсақ деп қорғылмағы. Әнет баба әділет қылмаған соң көз көрмек жат бол кеттік дағы. Көп берген түкі тұрмай қалың малы, ем болмады жалынып айтқан жал. Тоғы сөзге қақ бөлініп, болысты Мәмбетейге қанжығаны. Әй баба, тәңірге аян адалысың. Сөйткенмен ел білінер бір бал үшін. Болған соң қазақ та жау, қалмақ та жау. Бұл елдің овалына қаламаймысың. Болсын да Мәмбетейдің бір айтқаны. Еркек тұрықты құрбандық деген ғана. Қалқаман тобықты үшін жанды қиса, кетпейіне шейіт болып оның жаны. Осы сөзге аударылды жұрттың бәрі. Не қылсын, көт наданға жалғыз бәрі. Кеселі көпке болу жүрмек өйдеп, бабаңның шын кейген шықты зары. Аққан тер нұр жүзінен құйылыпты. Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін. Көкенай сомдатсын деп бұйырылды. Өлтірсе, өғытейсе өз айтқан жоқ. Одан қалса түкте жоқ. Бітімі сол. Мәмбетей шуылдады разымыз деп, осыған тамам арғын басын. Мәмбетей құлдық деді бұл билікке. Көкенай шығып тұрды бір биікке. Мыңгізді Қалқаманды алып беріп, бейтұғын арда көрем бір шыр. Төгілдік өзден жазып көрген жанының жолағын қарай көрдеп, бұжалған, жиылған көп қауымға қарап тұр. Қоштасқан сөзі мынау, Қалқаман, әй жұртым, мен өлемін сендер қалдың, орнына бауыздадың, айтқан малды. Өз бауыры қабайда өлтірді. Бітін, өңші, ойтаңыза. Ел қылып, тобықтың тұра алмаймын. Жаз, түмен ойнап көріп жүре алмаймын. Өлерге қайтанатам. Мен сендерді ойын бұралмаймын. Ата бермек түрігін, әғылдай, сақ түрігін ата бермек.
жөнелдік өлеңатпен сырылдатып ажалға күні күні байлап келді. Бүгін-ай садақтарды үрдетіп қақ жарды ердің қасына оқ жетіп. Әйтеуір ұлы дене аман қалды. Оң жаққа қарасаңды өтіп кетті. Атының жалығы жүгіріп кетті. Басына бір төренің барып жетті. Бір жеңін көйлегінің жыртып алып, аузына жарасының таңу етті. Ат бойдай құдайлап көз бала, ажалдан қақты ой деп қақта қала, той қылып, ат шаптырып ойнаймыз деп, жалынды үй көшірді бара салды. Қалқаның айтты тоқта құрбылауы. Жоқ безіп осы күні менің барым. Өздерім аққабайлап өлтіргенсің кете ме? Өлгенше ойдан сан. Ел қылып тобықтыны тұра алмаймын. Ешкіммен ойнап білу жүре алмаймын. Өлерді баямады қайда еді. Енді сендерге мойын бұра алмаймын. Соны айтып, қамшы басты күрең атқа. Қулса да жеткізбеді жамиғатқа. Ұлы жүз Елібайда нағашысы. Жөнелді солай қарай бұға жаққа. Қалғамын сол кеткеннен кетіп қалды. Әнет баба еліне хабар салды. Жас шыға қалғаманды іздейміз деп тобықты ат шаятып дайындапты. 1723 жыл. Қазақ қалмақ тоғысқан, оны да бір. Қалмақтың бастаушысы Суан Раттан. Өзі батыр соғысқа дымайлаш. Шеп құрып соғысықты қазақ қалмақ. Қорқаққа оңай емес, шепке бармақ. Бабаңның 5 баласы садақ құшып, бұл соғыста қазаққа түсті салмақ. Қазақты бұл ұрыста қалма қалды. Үш есенің екеуін қырып салды. Жеңілген соң тұра алмай сыр бойында арқаға қазақ көшіп кетіп қалды. Осы жол бар қазаққа белгілі жол. Ақтабан шұбырынды дегені сол. Жаяу жүріп табаны әппақ болып, қайғы көріп қазақтың шұбырғаны. Сол себептен қалқаман қалды іздемей. Іздемейін деген жоқ, шама келмей. Ол түгілі әнет баба көшкер алмай, дөң басында тірідей қалды. Тұқымдар қалқаманнан осы күнде шын болса, ұлы жүздің жүрішінде өздерін Елібайымыз десе керек. Білмейді тегіңізі, бізді мүлде. Бар осы қалқаманның нәсілдері, оқыған осы өлеңді талап дер. Осында туысқаны Олжай Бәкен. Семей Балат облысы тұрған жер. Қан Шыңғыс деген тауда тұрамыз біздер. Егерде іздесеңдер, осынан іздер. Тобықтыда Құнанбай қажы десе, басты кісі. Біледі. Орта жүз деді. Осылай.